Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін тюрбанның осындай түрін тігіп үйренеміз. Ең алдымен өлшемін жазып алыңыздар. Мынау ең үлкен бөлшектің ені 15, ұзындығы бас өлшемі плюс 5 сантиметр болады. Мынау жіңішке ұзындығы бас өлшемі плюс 5 сантиметр, ені 7,5 болады. Ең кішкентай бөлшектікі 10-да 12 болады. Енді матамызды екі қабаттап, кішкентай 1,5-1 сантиметр қалдырып, бір шетін тігіп шығамыз. Мына бір шетін мынаншама қалу керек. Өлшемдерін шатаспас үшін астына өлшемдерін жазып кетемін. Міне осыншама кішкене бөлік қалдырдық. Енді матамызды ашып, оң беттеп, бір-біріне беттестіріп, қосып тігіп шығамыз. Трикотаж матасына оверлокпен немесе қол машинасындағы зигзаг шовпен тіккен дұрыс болады. Міне енді үлкен ұзын бөлшегін алып, бір-біріне X беттестіріп, айналдыра тігіп шығамыз. Алды жағы осындай болып шығу керек. Екі қабаттап центрін тауып аламыз. Екінші матамызды алып, тура центрмен беттестіріп, бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Міне осындай болып шығады. Төбе жағын бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Нәтижесінде бұлай екі мүйіз екі шетінде қарап тұру керек. Осылай болып шығу керек. Кішкентайын алып, бір-бірін теріс қаратып тігіп аламыз. Матамызды оң қаратып, жаңағы қалдырған екі тесіктен бір-біріне өткіземіз. Бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Енді бізде арты қалды. Артын бұлай жиырып, простой шовпен тігіп шығамыз. Артық жіптерін алып тастаймыз. Осымен біздің тюрбанымыз дайын. Қазір манекенге киіп көрсетемін. Міне біздің тюрбанымыз осылай болып тұрады. Жасап көріңіздер. Бұндай ерекше түрлі тюрбандар көзге бірден түседі, өте әдемі көрінеді.